Сәлеметсіздер ме балалар? Көркем еңбек пәнінен сіздермен бірге бүгін жаңа тақырып өтеміз. Тақырыптың аты дұрыс тамақтану негіздері. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары. Дұрыс және тиімді тамақтанудың ережелерін сипаттау және зерделеу. Дұрыс және тиімді тамақтанудың мәзірін құрастыру. Шығармашылық идеялар зерттеу мен дамыту үшін ақпараттық көздермен жұмыс істеу. Оның ішінде ақпараттық коммуникативтік технологияны қолдану арқылы. Сабақ мақсаттары. Тамақтану негізіне байланысты ақпарат көздерімен танысу. Адам ағзасы үшін пайдалы және пайдасыз тағамдарды ажырата алу. Ақпарат іздеуде ақпараттық коммуникативтік технологияны тиімді пайдалану. Дұрыс және тиімді тамақтану ережесіне сипаттап зерттеу. Қазіргі кезде тамақтану қажеттілігі өзекті болып табылады. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығының негізі. Ол ағзаның қоршаған ортаның әртүрлі қолайсыз жағдайларына төзімділігін арттырады. Біз жейтін тағам қуат көзі болып табылады. Оны ағза тек дене жаттығулары кезінде ғана емес, сондай-ақ біз демалған кезде де жұмсайды. Біз неғұрлым дұрыс тамақтансақ, соғұрлым біздің ағза тез жаңарады. Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Дұрыс тамақтану не үшін қажет? Жүрек қан тамыр ауруларын, асқазан ішек жолдарының ауруларын, қант диабеті, рак және остеопороз ауруларының алдын алу үшін қажет. Дене белсенділігінің жоғары және ағзаның еңбекке қабілеттілігінің жоғары болу үшін ауырмай ұзақ өмір сүру үшін қажет. Диетологтардың пікірінше, ең дұрыс тамақтану режимі күніне 4 рет тамақтану. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас аралығы 4-5 сағат болуы тиіс. Дұрыс тамақтануға негізделген диета тағамды күніне өз уақытында қабылдау. Дұрыс тамақтану қағидаты қарапайым. Таңғы ас тәуліктік норманың 4-тен 1-ін құрайды, 25%. Түскі ас 50%. Шаңқай түскі ас 10%, кешкі ас 15%. Кешкі асты ұйықтарға дейін 2 сағат бұрын қабылдау керек. Дұрыс тамақтану үздік білім арқауы. Дұрыс тамақтану негіздері бойынша қысқаша түсініктеме. Ас қабылдау уақытында ойыңызды басқа нәрсеге бөлмеңіз. Тек тамақтануды ғана ойлаңыз. Тамақтану кезінде ойыңыз бөлінсе, ас қорыту қабілеті жоғарылайды. Асқазанда өсімдік тектес тағамды қорыту үшін 4 сағат қажет. Ас қабылданған кезде 4 түрлі тағамнан артық тамақтанбаңыз. Әр түрлі тағам жесеңіз, асқазаныңызға түскен ас баяу қорытылады. Тамақтанудан кейін дереу су мен ішімдіктерді ішпеу қажет. Бұл асқазан сөлінің сұйылтылуына және асты баяу қорытуға әкеліп соғады. Ең дұрысы, ас қабылдаудан бұрын 1 стакан су ішіп, ас қабылдағаннан кейін 1 сағаттан соң ішу қажет. Ең көп тағам мөлшерін түскі ас кезінде қабылдау керек. Осы ережені сақтау ас қорыту жүйесі мен зат алмасуының бұзылуы ауруларының алдын алады. Сұрақ. Балалар, сіздерге берілетін сұрақ мынау. Бірінші сұрақ. Дұрыс тамақтану дегеніміз не? Екінші сұрақ. Адам денсаулығына дұрыс тамақтанудың пайдасы қандай? Осы сұрақтарға жауап жазып, жазбаша түрде маған жолдауларыңа болады. Есіңізде болсын, ас адамның арқауы. Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Осымен сіздермен сабағымыз аяқталады. Қош сау болыңыздар.